Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен Excel кітабының Writing 3G and Informational Email Giving News деген Informal Email Giving News деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркел, комментарийге рахмет деп жаз, себебі Excel кітабының 7-ші сыныбын түсіретін мен ғанамын. Комментарийге рахмет деп жазуды ұмытпа, каналға тіркел. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада айтады: Look at the mail, who is sending? Who to? Where is Laura? Яғни мына хабарламаға қара, кім жіберіп жатыр, кімге, Лаура қайда? Who is sending a mail? Laura is sending the mail. Who is she sending it to? Кімге жіберіп жатыр? She is sending it to Маржан. Laura is in London, England on a school trip. Яғни Лаура ол Англияда мектептік сапармен барды дейді. Екінші тапсырмаға келдік. Complete the mail with the phrases A to F. Listen and check дейді. Мына жерде берілген фразаларды мына текстке қоюымыз қажет. Мен қазір сендерге фразаларын оқып аудармасын айтып берейін. Take care, өзіңді күт. See you, көріскенше. The weather is awful, ауа райы сұмдық. Greeting home, сәлем жолдармын. I've met lots of, көп кездестірдім. We've been there, біз мұнда. Енді мына текстке сәйкестігін беретін болсақ, бірде бізде D болады, мына жерде D болады, екіде F болады, үште C болады, төртте E болады, бесте B болады, алтыда A болады. Енді текстті толығымен саған аударып берейін. Англия, Лондоннан сәлем Маржан, Англия, Лондоннан сәлем. Біз бұл жерде 3 күн болды және көптеген қызықты нәрселер жасадық. Мен достарыммен бірге мектеп сапарымен келдім. Біз Лондон мұнарасына, Британ мұражайына және Лондон аквариумына бардық. Өкінішке орай, ауа райы өте нашар. Ұшақтан түскеннен бері жаңбыр тоқтаған жоқ. Мен әлі ештеңе сатып алған жоқпын. Бірақ оған уақыт бар. Мен көп адаммен таныстым және жаңа достар таптым. Мен саған қайтып келгенде көрсету үшін көп сурет түсірдім. Бірнеше күннен кейін кездескенше өзіңді күт, Лаура дейді. Енді үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада айтады: Replace the words in the bold with subject of the pronouns or possessive adjectives. Яғни мына жерде берілген сөздерді біз поссессивтіні, дамир дегенді әнді біз possessive adjectivespен немесе object pronounмен ауыстыруымыз қажет. Бастадық. Сәуле and Алтынай are my new friends. They are from Алматы. Яғни мен Сәуле мен Алтынайдың орнына мен they are деп жауап бердім. Екі. Яғни Сәуле мен Алтынай менің жаңа достарым. Олар Алматыда. Дамир is swimming now. Look at him. Дамир қазір жүріп жатыр. Оған қарашы, яғни himнің орнына мен Дамирді қойдым. Where is Anne? Anne қайда? Have you seen Anne? Анды көрдің бе? Яғни her, сен оны көрдің бе деп мен Anneді herға өзгерттім. I need to talk about Mrs. Smagulova. I can't have Mrs. Smagulova number. Can I have, yeah? I need to talk Mrs. Smagulova. Яғни мен Мисс Смагулованы мен сөйлесуім қажет. Can I have your number? Мен оның нөмерін алсам бола ма? Яғни Mrs. Smagulovanың орнына мен her деген сөзді қолдандым. Төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырмада айтады: You are sending a week somewhere in Kazakhstan. Write an email to your English pen friend 50-70 words. Follow the plan. Write дейді. Яғни өзіңнің досыңа хабарлама жаз дейді. Ол 50-70 сөзден тұралу керек және параграф 1, параграф 2, параграф 3-ке бөлсең болады. Мына сөздер болуы қажет дейді. Бастадық. Hi Sam, greeting from Almaty. I'm here with my family and we are having a great time. Сәлем, Сэм, Алматыдан сәлем, мен бұл жерде өзімнің отбасыммен керемет уақыт өткізудемін. I've been here for 5 days and I visited Көктөбе and the Central Mosque. Яғни, мен бұл жерде 5 күннен берімін, біз бардық Көктөбеге және орталық мешітке. I've eaten бешбармақ, but I haven't tried қымыз yet. Яғни, мен бешбармақ жедім, бірақ мен дәмін көрмедім, қымыздың әлі де. I'm coming back next Monday. Мен келемін келесі дүйсенбіде. See you soon. Көріскенше. Наруто, яғни Наруто деп мына жерге өздеріңнің аттарыңды жазасыңдар. Жалпы балалар, сабақ түсінікті болса каналға тіркел, комментарийге рахмет деп жаз, себебі мына жақта енді видеолар өте көп болады. Мен сендер үшін тырысып жатырмын. Сондықтан ағылшын тілін бірге көтеріп, бес алайық. Сендерді мен каналға тіркелгендерге ғана видео көрінетіндей қылып қоямын. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпа. Goodbye, have a nice day.